Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ыстық күнде шөл қандыратын, әрі тағам, әрі сусын болатын салқын көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 300 грамм жүгерімізді осылай суға салып, жақсылап жуып тазалап аламыз. Суы осылай мөлдірленіп тазаланған соң, кастрюлемізге 5 литр салқын су құйып, жүгерімізді салып қайнатып аламыз. Жүгеріміз дайын болғанша осылай бидайды да тазалап жуып, тастарынан алып тастаймыз. Содан соң үстіне ыстық су құйып қойып қоямыз. Жүгері қайнаған соң осылай бетіндегі көбіктерін алып, астын баяулатып, тағы да 40 минуттай қайнатамыз. Ана 40 минуттан соң осылай жүгеріміз сәл ісінеді. Енді үстіне бидайды салып бірге қайнатып аламыз. Мен 2 ас қасық толтырып тұз салдым. Тұзды өздеріңіз дәміне қарап, қалауларыңыз бойынша саласыздар. Бірге тағы да баяу отта 40 минут немесе 1 сағат қайнатамыз. Міне біздің дәндеріміз дайын болды. Енді мен үстіне қайнап суытылған тағы да 4 литр су құйдым. Суды краннан алып қоспаңыздар, осындай қайнаған су болу керек. Содан соң осылай 2 литр айранды ситодан өткізіп құйдым. Оның 1 литрі тәтті айран, 1 литрі қатты ашыған айран болды. Сіздер тек тәтті айранмен жасасаңыздар да бола береді. Міне осылай біздің көжеміз дайын болды. Жасап көріңіздер. Егер менің каналым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.